Сәлем достар, бүгін сіздермен өте тойымды әрі оңай қарапайым жасалынатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап көріңіз. Сіздермен өте жылдам әрі оңай жасалынатын салатты дайындайтын боламыз. Алдын ала заттарымызды дайындап аламыз. Ыдыс дайындап аламыз, мінекей. Және де осындай балғын қиярымыз, свежий огурцы деп айтып жатамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, егер бұдан кішірек, орташа болса, 2-3 данасын қоссаңыздар болады. Менде үлкені болғандықтан осындай бір данасын қосатын боламын. Және де осындай қызанағымыз керек. Егер орташа болса, 2 данасын қосуға болады. Қызанағымыз, осындай кукурузамыз қажет, банкадағы. Мен жартысын қосатын боламын. Және де осындай майонез, 3 желанянка. Кез келген майонез түрін қоссаңыздар болады. Осындай піскен ет керек. Менде бұл жерде піскен ет жылқыныкі, сиырдікін қоссаңыздар да болады. Және алдын ала қайнатылып қойған жұмыртқамыз қажет. Қазір менде қыздарым ашып жатыр, сол себепті де 5 данасын қосатын боламын. Әкел Айлин, мінекей, тағы да 1 данасын қостым. 5 жұмыртқа, немесе 4 жұмыртқа да қоссақ болады. Барлығында турайтын боламыз. Тым ұсақтап етіп турамаймыз. Үрлеу етіп, сәнді көрінетіндей болып етіп турайтын боламыз. Алдымен осыншалықты, шамамен осыншалықты алдым мен. Етті алып, осыны үрлетіп турап аламыз. Видеодан көрсететін боламын. Қалай туралығын. Егер сізге видео ұнап жатса, каналға тіркеліп қойыңыз, және де лайк басып өтіңіздер. Мінекей, осыншалықты қалыңдықта, ірілікте турайтын боламыз. Міне бүйтіп көрсетейін, ірі етіп турап аламыз. Сиыр еті де жарайды, бірақ енді қойдың етін қосып көрмегенмін, өйткені дәмі бұзылып кететін шығар. Сиыр немесе қойдың еті, кешірім сұраймын, сиыр немесе жылқының еті де бола береді. Немесе тіптен тауық етін қоссаңыздар да болады. Кезекте бізде жұмыртқамыз, мен жұмыртқаны 4 данасын қосамын. Егер жетпей жатса, тағы да 5-шісін қосуға болады, әрине. Жұмыртқамызды сарысымен бірге турай беріңіздер. Еш нәрсе кетпейді. Егер сарысын ұнатпай жатсаңыз, алып тастап, тек қана ағында турай берсеңіздер болады. Осындай ірі етіп турап аламыз. Мінекей. Тақтайшамызды мен сүртіп алайын қазір. Жұмыртқадан кейін тазалап алдық. Қиярымызды турайтын боламыз. Айлин жақаласпа. Алдымен үстіп 3 бөлікке бөліп алайын, маған өткені оңай болу үшін. Мінекей. Осындай етіп турасаңыздар болады. Айлин. Сіздерде енді ұсақ қияр болуы мүмкін. Осындай сәндеп етіп турасаңыздар болады. Мынандай ирелеңдеген пышағы болады арнайы. Немесе осындай нәрсемен де турасаңыздар болады. Сонда салаттарыңыз сәнді, әдемі көрінетін болады. Мінекей, осылай тураған ұнап қалды маған. Осылай турап көрейік. Міне осылай. Жаңа көзіңмен қосаңыздар болады. Әдемі көрінеді.
қызанағымызды алып тураймыз. осылай бөліп аламыз да, мына етті жерін. Бізге қажет емес, өйткені су болып кетуі мүмкін. Сол себепті де етті жерін алып тастаймыз. Мінекей осылайна алып тастасаңыздар болады. Мінекей. Салатымыз енді осынша битіп қойған қызанақтарымызды осындай етіп турап аламыз. Қызанақты көп қосудың қажеті жоқ, тек жаңағы сән беріп тұру үшін қызыл түсі сәл ғана қоссақ жеткілікті. Мен тіпті қазір бәрінде қоспайтын шығармын, қазір шамасына қарай көремін. Осылай етіп турап аламыз. Міне орташа қызанақ болса, соны қоссаңыздар болады. Бір данасы менде тым үлкен болып кетті. Мына біреуін қоспайтын боламын мен. Тым артық сияқты. Көз мөлшерімен жасап жатқандықтан сіздерге видеода бәрін түсіндіріп өтемін мен. Мінекей осыншалықты бізде қызанақ жетеді. Енді біз осыншалықты суын сырғыт алайын кішкене. Суын сырғыт алайын, су кішкене төгіліп қалды. Осыншалықты жүгерімізді қосамыз. Мінекей. Енді үстінен аздап қана біз ас көп қосатын боламыз. Ас көп қосамыз. Бізге мынаусы қажет емес, үлкен даналары. Енді осыны майда емес, осындай сәл ірілеп етіп кесіп салатқа қосамыз. Енді қазір сәл алыстатып көрсететін боламын. Осылай дрожжеваяның майонезін қосамыз. Кез келген майонез түрі бола береді. Алдымен аз-аздап қосып аламыз. Бірдестен көп қосып жібермейсіздер. Аз-аздан қосып көреміз шамамен. Дәміне қарай шым-шым тұз қосамыз сосын. Барлығын араластыратын боламыз. Осыншалықты жетеді. Құюға болмайды, майонезді менде. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Мінекей өте дәмді, әрі сәнді, өте әдемі көрінеді, әрі тойымды. Өте қарапайым, оңай ғана жасалынады. Небәрі 20 минутта ғана жасап қоясыз. Сіз де жасап көріңіз, кеңес беремін. Видео ұнаған болса, лайк